Бүгінде елімізде 60-қа жуық жылу электр орталықтары бар. Олардың басым бөлігі көмірмен жұмыс істеп, 36% электр қуатын өндіреді. Жалпы бөлінетін энергияның 69%-ға жуығын өнеркәсіп саласы тұтынады. Осы орайда орталықтағы тозығы жеткен құрылғыларды жөндеп отыру маңызды. Себебі олардың үздіксіз жұмысы қазақстандықтарды жылумен қамтамасыз етіп, қойма, ірі өнеркәсіптерге энергия бөледі. Қыстың қақаған аязында жылы үйде отырып немесе бөлмелердің жарығын жаққанда, бұл жылу мен электр энергиясының бізге қалай жеткізіліп отырған туралы ойланбаймыз да. Әр қалада тұрғындарды үздіксіз жылу және электр қуатымен 24 сағат бойы демалыссыз қамтамасыз етіп отыру үшін жылу электр орталықтарында ондаған адам жұмыс атқарады. Мекеме кез келген елді мекеннің жүрегі іспеттес. Ал халық үшін орталық үздіксіз әрі сапалы жұмыс істеу үшін оған күтім маңызды. Мәселен, жылу электр станцияларындағы құрылғылар жаңарып, уақытылы жөндеуден өтіп тұруы орасан зор маңызға ие. 2000 жылдардың басында мемлекеттік органдар жылумен қуат бөлетін мекемелердің басшыларымен бірлесіп арнайы инвестициялық бағдарламалар дайындады. Нәтижесінде орталықтарды жаңғырту ісіне салынған қаржылардың есесіне салымшылар пайда тапты. Мұның арқасында ескі техникалар жаңарып қана қоймай, жергілікті меншікті бюджетке түсірілетін салмақ азайды. Сонымен қатар, дәл осындай жаңғырту жұмыстары Өскемендегі жылу электр орталығында да жүргізілді. Шығыс Қазақстан облысында қыстың қатты болатыны баршамызға белгілі. Сондықтан мұндағы жылу электр орталығының жөндеу жұмыстарының дұрыс ұйымдастырылуына көп нәрсе тәуелді. Айта кетейік, орталықтан бөлінген энергия тек пәтерлерге ғана емес, мектептер, ауруханалар, балабақшалар мен әлеуметтік мекемелерге тарайды. Сондай-ақ жылу электр орталығының жаңғыртылуының арқасында қуат мөлшері артып қана қоймай, атмосфераға бөлінетін зиянды қалдық мөлшері азайған. Жылу электр орталығының негізгі тұтынатын отын көзі көмір болғандықтан, энергия алу кезінде көптеген құрылыс материалдары қажет болады. Сонымен қатар қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу үдерісінде отандық өнімді жоғарғы деңгейде қолдану қарастырылған. Олардың ішінде құрал жабдықтардан бөлек жұмыскерлердің үстіндегі арнайы киімдер жергілікті тігін цехтарынан туындысы болып табылады. Астана энергия орталығының басшысы Уәлихан Асқарбековтың сөзі бойынша, су жылытқыш қазандыққа керекті бөлшектер тікелей отандық өндірушілерден алынатыны мәлім болды. Жылу электр орталықтарында энергияны қалай алады? Орталық көмір, мұнай мен газ сияқты органикалық отындарды жағу кезінде судың жоғарғы қысымды буға айналғанынан бөлінетін энергияны қолданады. Пайда болған бу ішінен магнит айналдырып тұратын турбинаны қозғалтып, бөлінген энергия көзі жинақталады. Электр энергиясын Қазақстан нарығына сату 2019 жылғы 1 тоқсанмен салыстырғанда 31,3%-ға артып, 5,5 миллиард киловатт сағатты құрады. Қазақстандағы аса ірі электр энергетика холдинг Самұрық-Энерго құрамындағы екібастұз ГРЭС бір республика энергетикасының көшбасшысы болып табылады. Мәселен, өткен жылдың өзінде ғана электр станциясы 18,3 миллиард киловатт сағат электр энергиясын өндірді. Бұл еліміз бойынша өндірілген электр энергиясының жалпы үлесінің 17,3%-ын құрады. Қазақстандағы барлық жылу электр орталықтарының мемлекеттік аймақтық электр станциялары мен гидроэлектростанцияларындағы орталықтандырылған энергия тиімділік стратегиясын жүргізумен талдау үшін арнайы карта құрылған. Онда әр облыстағы энергия тиімділік пен қуат көрсеткіштерінің мәні ұсынылған. Бұл карта еліміздің тұңғыш президентінің ұсынған ұлт жоспарының 59-шы қадамында көрсетілген мақсаттарды жүзеге асырылуда бағыттаушы. Осы сала бойынша институт мамандары қуат пен энергия тиімділігін ескере, жаңа технологияларды енгізу бойынша кешенді жұмыс атқарады. Энерготиімділік адамдардың қуатты аз қолдануына ғана емес, сонымен қатар техникалардың жаңа әрі заманауи болуына тәуелді.
айта кетерлік, энергияның 21%-і құрылғылардың тозығы шыққанына байланысты шығындалып кетеді. Сондықтан да жарық пен жылуды энергетиктермен қоса өзіміз де үнемдейік.